келіп кірген жыланшылық болсын, берекелі болсын, ел аман жұрт тыныш болып, жер бетінде соғыс бітіп, шынайы, мерейлі, егемен елге айнала түсейік. Маған енді өтінген тақырып бойынша шаңырақ жөнінде әңгімелесеңіз деді. Жалпы бәріңізде орда үйді білесіздер. Мен киіз үй деп айтпаймын, себебі советтік сөз қолдана салған. Бұл орданың ең биік жері бұл шаңырақ. Оны қарасаңыздар, көкке қараған терезе. Көкке қараған терезесі бар. Астаналы тек қана бір ел, көшпелі халықтар, соның ішінде қазақ. Отырықшы халықтардың терезесі көлбеу екен. Көкке қарайтын себебі бұл шаңырақ адамды, адам баласын көкпен байланыстыратын тікелей портал. Одан әрі жарық түседі, әрі энергия түседі, әрі адам бақан арқылы туғанда адамның жаны келеді, қайтқанда адамның жаны келеді деген сенім бар. Ал наурыз кездері сол жол теректі, бәйтеректі елестететін шаңырақ уықтары мен тілектің, жолдың, құттың жолы. Сондықтан шаңырақ деп аталатын себебі шаң, шоң, шың, ең биік қақпа деген білдіреді. Қазақта көкірек деген сөз бар. Ол қай жер? Көкірек міне. Бұндағы көкпен байланысатын люк адамның, көкпен байланысатын портал жеке адамдар. Ал қазақтың үйінде шаңырақ көкпен байланыстырады портал. Осындағы ірек, рақ деген сөзі қақпа деген білдіреді. Яғни құттықтаймын, жер бетінде бірден бір баспанасы әрі храм, әрі үй болып тұрған бұл біздің орда үйі. Сондықтан шаңырақты жай ғана төрт тесігі бар дөңгелек деп қарауға болмайды. Бұл қасиетті мынау наурыз кезінде адам бақан ол руға тірек тұрады, ал үйді тіккен кезде шаңыраққа кәдімгі екі ашасы бар, бақанмен тіреп тұрып тігеді. Сол кезде киізін жаппай тұрғанда бұл орда үй біздің бәйтеректі елестетеді. Наурыз кезінде таң атқанда үйдегі үлкен кісі, алыс ақсақал немесе кейуана әжелеріміз тұрып желдіртілген көкке қарап. Көк айырылып күн шықты, тас жарылып су шықты, жер айырылып көк шықты, желін сыздап сүт шықты, қуыс керіліп жел шықты, жатыр айырылып көл шықты деген сияқты жетістік тілеген. Бұның мифологиялық философиялық мәні бар. Енді мен сіздердің сөздің соңында жаңа ғана біздің жырау жігітіміз өзінің өлеңінде наурыздың отаны бас деп кетті. Онымен таластыратын бір наурыздың төлқұжатын сіздерге ұсынғым келіп тұр. Бұл Иранда табылған жоқ. Бұл Қазақстанда Алматыдан 170 шақырым жерде солтүстік батыс Аңырақай деген жер бар. Сонда 5000 петроглиф бар, Таңбалы деген жер бар. Мынау наурыздың паспорты ешбір елде, ешбір жерде, ешбір мерекеде бұндай төлқұжат жоқ. Мынау сол жағындағы тәңір шашырақтың күннің бейнесі, күн басты. Оң жағындағы ай басты жұлдыздарымен кесек-кесек. Ол іңір күн мен түн теңескеннен бір-біріне көрісіп тұр. Көрісу батыс Қазақстаннан шыққан жоқ. Көрісу әу баста қазақ жерінде 5000-7000 жылдық тарихы бар дүние. Ай жаңарғанда, жыл жаңарғанда көріскен, көкіректер түйіскен,
арқылы көкті өзіне қаратқан адам баласы. Сондықтан жаңа жұмыс құтты